Бір үзім нан. Баяғыда бір заманда бай мен кедей өмір сүріпті. Олардың араздығы сондай, бір-бірін көргісі келмейді екен. Байдың үйі кең әдемі болыпты, іші толған алтын күміс. Ал кедейдің үйі ағаштан жасалған, төбесін бұтамен жапқан қора екен. Алтын мен күміс түгіл нанны нәзер тауып жепті. Егін егіп, оны суарып күтіп, орап өзі күннің өзі көріпті. Бір жылы көктемде алапат су тасқын болады. Бай алтынын көтеріп ағаштың басына шығып кетеді. Ал кедей болса, бір көмеш нанын қолына салып, ол да ағаштың басымен көтеріледі. Су тасқынын 15 күнге созыларды. Бір күні қарны ашқан бай кедейге: «Ей кедей, сен мына бір кесек алтынды ал да маған бір үзім нан бер» дейді. «Жоқ, алтын өзіне нан бере алмаймын» деп жауап береді кедей. Екінші күні бай кедейден тағы нан сұрайды. «Алтынмен жартысын берейін» деді ол бұл жолы. «Жоқ, бере алмаймын» деп бұл жолы да кедей келіспеді. Ақыры аштан өліп бара жатқан соң шыдамай бай бір үзім нанға барлық алтынын айырбастайтынын айтты. Кедей бәрібір көнбейді. Бойынан күш кеткен бай басы айналып суға құлап кетеді. Ал келесі күні су тоқтап, кедей ағаштың басынан түседі. Халықтың алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен дейтін осыдан орай айтылған екен.